Ассалаумағалейкум. Қазіргі видео біз реклама жіберіп және соның рекламаның ақшасын төлейтін боламыз. Видео арнайы онлайн маркетинг үшін. WhatsApp-та чатымызға қосылыңыз. Жақсы, бізге рекламаны қостық. Қазір рекламаның ақшасын төлейміз. Реклама еттен батырманы басамыз. Енді бізге өзімізге қажетті пакетті немесе услуганы таңдаймыз. Добавление жетімге таңдап көрейік. Апайтты басамыз. Бізде мына жерде 3 төлем жүйесін қосқан еді, бірақ өкінішке тағы бір төлем жүйесі бар екен. Так. Неге 900 так. Жерде қараңыз, сізде басқа услугалар, пакеттер қосып қалмасын. Добавление жетімге апайтты басам. SMS-пен төлейтін болсақ, 1000 теңге болады екен. Ал егер үшеуімен бірін таңдайтын болсақ, 800 теңге көлемінде қалады екен. Киви кошелек арқылы және банковская карта және платежный терминал арқылы төлесек болады. Киви кошелек арқылы төлесек болады. Ол жерде киви көбісінде киви кошелек жоқ, сондықтан платежный терминал туралы айтайын. Платежный терминал деген таңдаймыз. Апайтты басамыз. Бізге осы кодты береді. Біз терминалдан барамыз, сосын OLX деп бізде услуганы өтіп, OLX дегенді іздейміз. Сол жерден осы оплатить услугу деген болу керек. Оплатить услугу дегенді басамыз, осы кодты жазамыз. Сосын кодты жазғаннан кейін бізге сумма ашады, сумманы толтырып төлейміз. Ең оңай жолы бұл жерде банковский карта арқылы төлеу, өйткені мен өзім сонымен қолданамын. Жерде барыңызда банковский карта бар деп ойлаймын. Банковский карта деген таңдаймыз, сосын апайтты басамыз. Запускай жүреді. Paybox дегенге логотип шығады, сосын осы жерге жібереді. Бізге номер картаны жазу керек, мына жерде міне. Осы 16-тан, сосын имя на карте, сосын срок действия, сосын ссылка код, қалай айтылатын білмеймін, ағылшын не алғанда. Сосын картаның артынан тұрады 3 сан. Осында жазамыз, сосын да өзіміздің email поштамызды жазамыз. Өзіміздің email поштамызды. Менікін жазып жүрмеңіздер. Осында жазған поштаңызда сіздің төлем жасалғаннан кейін чек жіберіледі. Егер түспей қалған жағдайда сол чекті көрсетіп, ақша қайтарып алу, тағы басқа нелер болады. Бірақ көбінесе түседі бұл жерде. Бұл жерге номер картаны барып жазамыз. Сізде интернет оплата қосылу керек. Интернет оплатаны сіздер көміңізде Каспи шығады, сол жерден интернет оплатаны қосуды қиын емес негізінен. Оплата интернеті бөлімінен лимитті алып тастасаңыздар болады. Яғни 25 мың қойып қойсаңыздар болады, соның интернет оплата қосылады. Ал басқа мүлдем түсінбейтін болсаңыз, қалай қосуды? Каспи банк үшін 99949 номеріне звондайсыз, сол жерден оператор өзі қалай қосу керектігін айтады, немесе өзі қосып бере салады. Басқа банктерде сондай, өздерінің операторларына звондайсыз, өздері интернет оплатаны қосып береді. Жақсы, артқа айтамыз. Жоқ. Қалай көрсетейін? Добавление. Таңдадық. Мына жерде бәрін жазғаннан кейін оплатты басамыз, сосын бізде подтверждение жүреді, сосын успешно оплачено деп шығу керек. Мен бірақ қазір төлемеймін, өздеріңіз керек болса, яғни қылмырсаңыз келсе, осы жерден төлеп алсаңыздар болады. Платежи бөліміне өтіп, мына жерде өздеріңіз шоттарыңыз толтырып қойсаңыздар болады. Пополнить басу арқылы бұл жерде өздерінің суммалары бар, егер соларды таңдау арқылы толтырсаңыздар болады. Мысалы 500 теңге, тек 500 теңге толтырасың, 600 теңге толтыра алмайсың. 1000 теңге толтырасың, немесе тағы басқа суммалары бар. Дәл осылай банковская карта, терминал немесе киви бар. Мына жерде сіздің шотыңыз, ваш счет деп шығып тұрады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеода басқа функцияларын көрсем, OLX-тің қандай мүмкіндіктері бар, қандай функциялар жұмыс жасайды дегендей.